Ересек адамда күніне шамамен 60-70 мың ой туындайды. Бірақ олардың 90%-дан астамы кеше ойланған ойлардың дәл өзі. Басқаша айтқанда, сен өзіңді жаңа өмірге бара жатырмын деп ойлайсың, бірақ мен күн сайын ескі өмірді қайта жасап жатыр. Сен қойған жаңа жылдық мақсаттар, бұл жолы міндетті түрде өзгеремін деген серттерің, бәрі көзге көрінбейтін бір процесс арқылы қайта жазылып жатады. Джо Диспенза өзінің болашақты алдын ала көру кітабында өте суық, қатал бір ой айтады. Сен ескі өзіңмен жаңа болашақты жасай алмайсың. Бұл сөйлемдегі негізгі сөз болашақ емес, ескі өзің. Ескі өзің деген не? Бұл сенің білімің де емес, табысың да емес, тіпті мінезіңнің атауы да емес. Бұл сен мүлде байқамайтын, бірақ жүйке жүйеңе жазылып қалған химиялық нұсқаулар жиынтығы. Олар күн сайын сенің эмоцияларыңды, әрекеттеріңді және дене жағдайыңды басқарады. Сен мен өзгеремін деп айтып жүрсең де, дәл сол жүйе сені кешегі нұсқаңа қайтарады. Бұл ескі процесс тек миыңда емес, ол сенің денеңде. Диспенза нақты анықтама береді. 35 жасқа келгенде адамның тұлғасының 95% автоматты бағдарламаға айналады. Яғни, сен өмір сүріп жатқан жоқсың, бағдарлама сенің орныңа өмір сүріп жатыр. Сен күн сайын бірдей әрекеттер жасайсың. Таңертең бір қолмен оятқышты өшіресің. Бірдей ретпен жуынасың. Бір маршрутпен жұмысқа барасың. Әріптестеріңе бірдей сөздер айтасың. Стресске бірдей реакция бересің. Үйге келіп бір қалыпта диванға жатасың. Диспенза айтады, бұл жай ғана әдет емес, бұл сенің тұлғаң. Тұлға дегеніміз қалай ойлайсың, қалай сезінесің, және қалай әрекет етесің, осы үшеуінің тұрақты қосындысы. Ой сезімді тудырады, сезім әрекетті қозғайды, әрекет қайтадан ойды күшейтеді. Осы үшеуі бірігіп жабық цикл құрайды. Ұзақ уақыт қайталанса, бұл сенің таңдауың емес, сенің болмысыңа айналады. Нақтырақ айтқанда, ол жүйке жүйесінде жоғары жылдамдықтағы жолға айналады. Хебб заңы бойынша бірге белсенетін нейрондар бір-бірімен байланысады. Сен бір ойды күн сайын қайталасаң, сол жүйке жолы қалыңдайды, жылдамдайды және саналы қатысусыз жұмыс істей бастайды. Алғашында сен әдейі пессимист боласың, кейін автоматты түрде пессимист боласың. Алғашында сен уайымдауды таңдайсың, кейін ол инстинктке айналады. Сен эмоциялар сыртқы әлемге реакция деп ойлайсың. Бірақ олай емес. Олар әлдеқашан ішкі автоматты түрде ойнайтын жазбаға айналған. Дэниел Вегнер классикалық тәжірибе жасаған. Адамдарға ақ аюды ойламаңдар деген. Нәтижесінде барлығының ойында тек ақ аю болған. Сигналды басқан сайын ол күшейе түседі. Бұл дегеніміз тек ерік жігермен өзгеру көп жағдайда 3 аптадан ұзаққа бармайды. Ең қауіптісі, бұл ескі процесс тек миды ғана емес, бүкіл денені жаулап алған. Диспенза былай дейді. Сенің денең сенің бейсаналығың. Әрбір ой белгілі бір химиялық заттарды бөледі. Қауіп туралы ой кортизол мен адреналин бөледі. Қуаныш туралы ой дофамин мен серотонин бөледі. Бұл заттар бүкіл денеге тарайды және жасушалардағы рецепторлармен байланысады. Егер сен ұзақ уақыт бойы мазасыздық күйінде жүрсең, жасушаларың сол күйге бейімделеді. Олар мазасыздық сигналдарын қабылдайтын рецепторларды көбейтеді. Яғни, сенің жасушаларың мазасыздыққа тәуелді болады. Сондықтан кей адамдардың өмірі жаман болмаса да, олар үнемі мазасыз күйде жүреді. Себебі мәселе сыртқы ортада емес, олардың денесі сол химиялық күйді талап етеді. Сенде де болған шығар. Ешқандай жаман нәрсе болмаған, бірақ көңілің түсіп кетеді. Сосын миың себеп іздей бастайды, өткенді еске алады, болашақтағы қорқынышты сценарийлерді ойлап табады. Бұл сенің табиғатың емес. Бұл денеңнің миға берген тапсырысы. Яғни, ойлар эмоцияға қызмет етеді. Эмоциялар ойларға емес. Эрик Кандель зерттеулері көрсеткендей, тәжірибе тек мида ғана емес, бүкіл дене жасушаларында сақталады. Сондықтан өзгеру жай ғана ой өзгерту емес, бұл толық биологиялық процесс. Сен өзгеруге тырысқанда, медитация жасап, позитив ойлай бастағанда денең қарсы тұрады. Ол шаршау, ашулану, мазасыздық, тіпті себепсіз ауырсыну арқылы сені бұрынғы күйге қайтаруға тырысады. Көп адамдар дәл осы жерде тоқтайды. Бірақ дәл осы тұста Диспенза бір маңызды саңылауды көрсетеді. 1990 жылдары Альваро Паскуаль Леоне тәжірибе жүргізген. Бір топ адам пианинода ойнаған. Екінші топ тек ойша елестеткен. 5 күннен кейін олардың миын тексергенде екі топта да бірдей өзгерістер болған. Ми нақты әрекет пен шынайы елестетуді ажырата алмайды. Бұл негізгі принцип. Егер сен бір нәрсені ішкі әлеміңде жеткілікті шынайы сезінсең, ми оны болған факт ретінде қабылдайды. Бірақ маңызды шарт бар. Жай елестету жеткіліксіз, сезім қажет.
Сен тек болашақты көрмеуің керек, оны сезінуің керек. Сенімділік, еркіндік, молшылық, алғыс. Себебі эмоция бұл химиялық сигнал. Сен медитация кезінде шынайы қуаныш пен алғыс сезінсең, ми жаңа химиялық заттар бөледі. Олар жасушаларға барып, жаңа рецепторлардың қалыптасуына ықпал етеді. Осылайша сен денеңе болашақты алдын ала үйретесің. Бұл кезде өзгеру ерік-жігер күресі болмайды, ол биологиялық жаңару процесіне айналады. Бірақ көп адамдар бір жерде тоқтап қалады. Олар алдын ала қуаныш сезінуге қорқады. Әлі ештеңе болған жоқ, мен неге қазір қуанамын? Дейді. Міне, бұл ескі жүйенің соңғы қорғанысы. Біз кішкентайымыздан бұлай ойлауға үйретілгенбіз. Алдымен нәтиже, содан кейін эмоция. Ал Диспенза керісінше айтады. Алдымен эмоция, содан кейін нәтиже. Егер сен эмоцияны сыртқы жағдайға байласаң, сен әрқашан сол жағдайдың тәуелдісіне айналасың. Ал эмоция, химия, жасуша әрекет, нәтиже, бұл тұйық шеңбер. Сондықтан өзгеріс іштен басталуы керек. Диспенза әдісі 4 қадамнан тұрады. 1. Байқау ойларыңды, эмоцияларыңды бақылау. 2. Тыныштыққа кіру, тыныс арқылы ми белсенділігін төмендету. 3. Болашақты елестету, толық детальмен және сезіммен. 4. Ұстап тұру, сол күйді күнделікті өмірде сақтау. Біртіндеп жаңа күй сенің жаңа болмысың айналады. Сонда сен өзгермейсің, сен жаңа адам боласың. Ең маңыздысы, сен өткеніңнің нәтижесі емессің. Сен өзің сеніп сезіне алған болашағыңсың. Сұрақ біреу ғана. Сен кешегі эмоциялармен өмір сүре бересің бе? Әлде бүгіннен бастап болашақтағы өзіңе айналасың ба?